Жоғары сот кеңесі жанындағы сот жюриі елдің жұмыс істеп жүрген судьялардың тәртіптік жауапкершілігі мәселелерін қарау үшін құрылған. Сот жюриі жоғары сот, облыстық соттар және осы соттардың жанындағы судья әдебі жөніндегі комиссиялар ұсынатын судьяларға қатысты тәртіптік істер мен материалдарды қарау жөніндегі кеңестің жанындағы дербес тәуелсіз жұмыс органы. Сот жюриі 9 мүшеден тұрады. Оның 6-ы әртүрлі деңгейдегі судьялар. Жоғарғы соттан, облыстық және аудандық соттардан 2 судьядан. Сот жюриіне кеңесші дауыс беру құқығы арқылы жұртшылық өкілдері, біреуі заңгерлер қоғамдастығының өкілі, екіншісі адвокатураның өкілі және судьялардың қатарынан жоғары сот кеңесінің бір мүшесі де кіреді. Қазақстан Республикасы судьялардың сот жүйесі және мәртебесі туралы конституциялық заңның ережелеріне сәйкес сот жюриі судьяларға қатысты тәртіптік істерді қарау үшін, сот төрелігін іске асыру кезінде заңдылықты өрескел бұзған үшін және судья әдебіне қайшы келетін теріс қылық жасаған үшін құрылды. Бұл ретте судьяның заңдылықты өрескел бұзу фактісін жоғары тұрған сот сатысы анықтайды және ол туралы төмен тұрған соттың шешімінің күші жойылған немесе өзгертілген кезде жоғары тұрған соттың сот актісінің мәтінінде көрсетілуі тиіс. Осылайша жоғары тұрған сот сатыларының соттары ғана сот актілерінің күшін жойылған кезде судья жол берген заңды бұзу өрескел ме деген қорытынды жасауға құқылы. Судьяның судья әдебіне қайшы келетін теріс қылық жасау фактісін тиісті судья әдебі жөніндегі комиссия анықтайды және ол туралы комиссияның шешімінде көрсетілуге тиіс. Сонымен қатар, сот жюриі сот төрағалары мен сот алқаларының төрағаларына қатысты тәртіптік істерді олардың лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамаған үшін қарайды. Судьяға қатысты тәртіптік іс жүргізуді сот жюриі жоғары тұрған сот сатысы судья тарапынан тәртіптік теріс қылық анықтаған күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей және судья тәртіптік теріс қылық жасаған күннен бастап 2 жылдан кешіктірмей бастауы мүмкін. Аталған ескеру мерзімдерінің аяқталуы судьяға қатысты тәртіптік іс жүргізуді тоқтату үшін негіз болып табылады. Сот жюриінің сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттар мен судьялардың қызметіне араласуға құқығы жоқ. Осыған байланысты сот жюриі судьялардың сот төрелігін іске асыру кезінде іс-әрекеттермен келіспеуге байланысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін тексеру құзыретіне кірмейді. Сот актілерін олардың заңдылығы мен негізділігі тұрғысынан құқықтық бағалауды немесе сот істерін қайта қарауды жүзеге асырмайды. Осылайша сот жюриі сот сатысы болып табылмайды және өз қызметінде апелляциялық және кассациялық соттардың функцияларын алмастырмайды. Заңда судьяның тәртіптік жауапкершілігі туралы мәселені сот жюриінің қарауы үшін негіздемелердің толық тізбесі көзделген. Бұл негіздер жоғары сот төрағасының ұсынымы, облыстық соттар мен жоғары соттың жалпы отырыстарының шешімдері, сондай-ақ судья әдебі жөніндегі комиссияларының тәртіптік іс жүргізу шеңберінде судьяның іс-әрекетін тексеру үшін материалдарды сот жюриіне беру туралы шешімдері. Бұл ретте бақ жарияларындағы мәліметтер мен фактілер, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша олар алдын ала тексеру жүргізілгеннен кейін ғана және судьяны тәртіптік жауаптылыққа тарту үшін негіз болып табылатын фактілер расталған кезде ғана тәртіптік іс жүргізуге бастамашылық жасау үшін негіз бола алады. Судьялардың тәуелсіздігі мен тәртіптік іс жүргізудің объектілігінің кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында жоғары сот кеңесі жанындағы сот жюриіне судьяларға қатысты тәртіп іс жүргізуге өздігінен бастамашылық ету құқығы берілмеген. Бұл тәсіл халықаралық практикаға сәйкес қабылданды. Оған сәйкес судьяға қатысты тергеуге бастамашы болған орган судьяның тәртіптік жауапкершілігі мәселесі бойынша түпкілікті шешім қабылдайтын тәуелсіз органнан бөлінуі тиіс. Сот жюриі туралы ережеге сәйкес жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша тексерулер аудандық соттар судьялар мен төрағаларының облыстық соттар судьялардың іс-әрекеттеріне шағымданған жағдайда тиісті облыстық сотқа және облыстық сот жанындағы судья әдебі жөніндегі комиссиясына жүктеледі. Облыстық соттар төрағалары мен сот алқалары төрағаларының жоғарғы сот судьялар мен сот алқалары төрағаларының іс-әрекеттеріне шағымданған жағдайда жоғарғы сотқа және
Судьялар одағының жоғарғы сот филиалының судья әдебі жөніндегі комиссиясына жүктеледі. Осылайша сот төрелігін іске асыру кезінде судьялар тарапынан заңдылықты бұзу фактілері бойынша өтініш берушілер шағымды тікелей тиісті облыстық соттарға немесе жоғарғы сотқа, ал судья әдебі кодексінің бұзу фактілері бойынша Қазақстан Республикасы судьялар одағының филиалдарының судья әдебі жөніндегі комиссияларына жүгіне алады. Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңның ережелеріне сәйкес сот жюри судьяларға тәртіптік жазаның мынандай түрлерін қолдануға құқылы: ескерту, сөгіс, қызметтік міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін сот төрағасы немесе сот алқасының төрағасы қызметінен босату, судья қызметінен босату. Әрбір бұзушылық үшін тәртіптік теріс қылықтың сипатын, судьяның жеке басы және оның кінәсінің дәрежесі туралы деректерді ескере отырып бір ғана тәртіптік жаза қолданылады. Қолданылған тәртіптік жазамен келіспеген жағдайда судья оған сот жюри шешімінің көшірмесін алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жоғарғы сот кеңесіне шағымдануға құқылы. Осы шағымды қарау қорытындылары бойынша кеңес мынандай шешімдердің бірін қабылдауға құқылы: сот жюрinin шешімін негізді деп тану, сот жюрinin шешімін негізсіз деп тану және іс жүргізуді тоқтата отырып оның күшін жою, сот жюрinin шешімін негізсіз деп тану және қайтадан қарауға жібере отырып оның күшін жою құқылы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам атты жолдауында судьялардың жауапкершілігін күшейту туралы тапсырмасын орындау мақсатында судья заңдылықты өрескел бұзуға жол берген әрбір күші жойылған сот актісін сот жюриімен тексеру тетігін енгізу жөнінде шаралар қабылдануда.